Assalomualaikum қазақ елі, EXR YouTube арнасы, Таңжарық Стайл TikTok. Бұйыртса бүгін алашордашылардың Ахмет Байтұрсын атамыздың өз кезінде қолданыста болған 1917 жылы 20 жылдар аралығындағы алашордашылардың оқымыстылары пайдаланған төтеше жазу, қазіргі таңда төтеше жазу болмаса арабша деп жүрген әліпбиін 30 жарым толық үйрететін болам. Аты жөнім Таңжарық Шотайұлы. Тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Ең бірінші білетініміз, оңынан солына қарай жазылады, оңынан солға қарай оқылады. Және ол 33 әріп. Ендеше бірінші әріп. Бірінші әріміз А. Ай дегендегі А, ат дегендегі А, мынау сөздің жолдың басына келетін А, мынау аяғына келетін А. Мисалға, бірінші алма деп жазсақ, мына кеп тұр. Алма деген бір сөзбен, яғни мына да кеп тұр. Мына жердегі А. Осымен бірінші сөзіміз тамам. Екінші сөзіміз осыған ұқсас Ә. Ә дегенде бұның айырмашылығы мынандай бір дәйекше болады. Сонда бұл әтеш дегендегі Ә болып оқылады. Екінші сөздің аяғына келетін Ә. Міне. Бұған енді әтеш деп жазамыз. Әтеш. Мынандай Ә аяғына келетін, оны кейін таман тікелей эфирлерде көрсететін боламыз. Қазір тезірек уақыт үнемдеу үшін енді ыр дегенді өтеміз. Үшінші әріпіміз ыр. Ыр. Мисалға ара десек, мына үйренген Амыз кетті, мына Рымыз кетті, және ара. Енді мына ырға қандай келтірсек болады? Ең соңына сайра деп келтірсек, мисалы са, и, міне, но енді мына жерде ыр келеді. Сайра. Бітті осымен. Енді төртінші әріпіміз ырға оқсайды. Ол ыз, мысалы зеңбірек деген ырды жазып аламыз, үстіне бір нүкте қоямыз, ол ыз, яғни зеңбірек дегендегі з деп келеді. Оған мысалы зере. Зере. Мына жерге абыз ата дегендегі абыз ата дейміз ғой, сондағы. Мына ыз, мына жердегі ыз келіп тұр. Бесінші. Осы бесеуіне бір қайталай кетсек, А мен Ә айырмашылығы бір дәйекшегіне. Ыр мен ыз айырмашылығы бір ғана нүкте. Енді О өте оңай. Сосын бұл О тағы мынандай О бар. Аяқ ортасына сөздің аяғына келетін. Бұл мысалы орақ. Енді мынау оған келсе, алу, бөлу дегендегі математикадағы алу деген әріп. Оғында У болып көтерген, кешіріңіздер. Мынау оны қазір миыма түспеді. Тікелей эфир барысында үйрететін боламыз. Осымен О деген әріміз бітсе, алтыншысы мынандай Оға оқсайтын жазып аламыз. Төбесіне бір осындай үтір қоямыз. Бұл ұлар дегендегі У болады. Ұлар деген құс бар ғой. Дәл сол ұлар. Болмаса ұлан дегендегі. Ұлы отан дегендегі болмаса ұлы. Міне. Енді мынандай бұлбұл дегендегі. Бұл. Енді жетіншісі де ол өте оңай. Мына О деген әріпке оқсайды. Жазып аламыз. Үстіне үш нүкте қоямыз. Бұлай. Яғни бұл У. Бұған жаңағы алу дегендегі Уды жазсақ болады.
Мисалға алу. Міне, алу, бөлу дегенде, алу, бөлу. Сосын сегізіншісі тағы да осылай жасап, о деген әріп жазып аламыз. Мисалға өгіз деген сөз бар қазақта. Мынандай ө бар, және мынандай таяқша бар басында. Бұл да жаңағындай екі түрлі формада келеді. Мынау үй. Үй. Кәдімгі адам отыратын үй дегенді осылай жазамыз. Үй. Міне үй. Тоғызыншысы өгіз дегендегі ө бар. Өгіз. О сияқты жазылады. Мындай біреу гәне бар. Ол өгіз дегендегі ө. Өгіз. Өгіз. Енді оға қатысты байқап тұрсаңыздар, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Айналдырған 33 әріптер бір-біріне өте жақын, жаттап алуға өте ыңғайлы, үйренгенге тез. Енді н деген әріпті үйренеміз. Нан дегендегі н. Бұлай, басында бір нүктесі бар. Және сөздің ортасына келеді. Н, сосын сөздің аяғына келеді, сосын бейтарап келеді. Н. Бұған мисалға нан. Н, а, н. Екі түрлі н келді міне. Бейтарап өзара тұратын н, сосын басына келетін н. Енді 11-шісі ішкерлей қалғандарын толық үйрену үшін тікелей эфирде таңжарық стайл TikTok'та болады. Енді н-ға оқсайтын көрініп тұр ма? Осылай жазып кеп, басына екі нүкте қоямыз. Ол т деген әріп болады. Таңжарық дегендегі т, табиғат дегендегі т, в общем, басқа барлық т-лар. Бұның жазуы айырмашылығы төбесінде екі нүктесі бар, н мен т-ның. Оған мысалы жаңағы тау деп жазамыз. Тау. Қазірге қарасаңыз, біз барлығын үйреніп болдық. Т-ны үйрендік жаңа, А-ны үйренгенбіз, У-ды жаңа ғана үйреніп кеткенбіз. Міне У, тау. Енді 12-шісі Т-ға қатысты сөз бітті. Енді Б деген әріпті үйренеміз. Б, бұл Н-ға оқсайды, өкінішке орай бұның нүктесі астында болады. Бұл балық, басқа, тағы Б-ға қатысты қазақтап сөз өте көп. Оның бәріне уақыт аз, Н болып қалды. Бұл балық дегендегі Б, басқа дегендегі Б. Бұл бұлай жазылады. Б, бір нүктесі бар. Мисалға балық. 13-ші сөзіміз. Б-ға оқсайтын тағы бір сөз бар. Бұлай жазылады, астына 3 нүкте. Бұл парта дегендегі П. Парта. Кейбір жерде ып деп айтылады. Ең соңына келсе ып. Ып. Мынау да аяқ жағына келсе П болып оқылады. Оның бәрі қазақтың сөзі. Өздеріңіз білесіздер. Енді мисалға парта. Парта. Енді 14-шісі К деген әріп бар. К. Басына келетін К. Ортасына келетін К. Аяғына келетін К. Сосын жеке дара келетін К. Яғни бұл көп болмаса көл дегендегі. Көл. Көл. 14-шісі, 15-шісі осы К деген әріпке оқсайды. Жазылуы барлығы оқсас, басында бір сызығы бар. Ол гүл дегендегі. Гүл дегендегі Г болады. Ол аяқ жағына келгенде мынандай, мисалға мынандай болып бұлар жазылмайды. Тек осы екеуі ғана жазылады.
Осы екеуі болып айырмашылығы мынау к ғой. Мына жерлер ұқсайды. Мынандай айырым аяқ жағына келмейді. Гүл. Яғни гүл. Гүл. Болды. Мисалға осы. Енді 16-шысы ың. Ыңыршақ дегендегі ың деген әріп бар. Оның айырмашылығы мыналардан. Олай к-ге ұқсайды. Үстіне 3 нүкте қоямыз. Сосын бұлай. Үстіне 3 нүкте қоямыз. Сосын бұлай. Үстіне 3 нүкте қоямыз. Сосын бұлай. Үстіне 3 нүкте қоямыз. Бұған таң. Таңертең деген тағы сөз жасақ болады. Мысалы, таңертең. 17-ші сөз. Мына жерде к, г, ың бір-біріне ұқсады. 17-ші сөз домалақ. Нөлге ұқсақ болады. Сосын бұлай келетін Мисалға ертегі. Ертегі. Бітті еге оқсайтын әріп көп жоқ. Енді 18-шісі деген әріп бар. Ысқырық дегендегі Бұл тағы мынандай болып келеді екеу. Мысалы, ысқырық. Мынандай да болып кетеді міне. Мынандай да бар. Енді мисалға ысқырық. Носы. Енді мына жерге қ. Тағы да бір ық. Ысқырық дегендегі мысалы 1, 2, 3 келді ысқырық. Бұл 18-шісі. 19-шісі осы ға оқсайтын деген әріп бар. Деген қалай десеңіз, мұндай бір дәйекшесі бар. Сосын бұлай дәйекшесі бар. Бұна ға оқсайды. Тағы да осындай бір дәйекшесі болса болады. Мысалы, ізгі. Ізгі дегендегі ізгі. Енді 20-шісі осы ыларға оқсайтын деген бар. Астында 2 нүктесі бар. Ит дегендегі Мысалға, отырып жазайыншы. Ит дегендегі басқа қандай бар? Мынандай бар. Ит дегендегі Мысалы, ит. Кәдімгі ит. 21-шісі ит. Ға қатысты 3 әріп кетті. 21-шісі қ. Қоян дегендегі қ. Қасқыр дегендегі қ. Басында 3 нүктесі бар. Міне. Бөлек айырым келетін. Бұны бір сөзбен ғана келтірейік. Қасқыр. Міне. Үйренген 2 қымыз бірдей келіп тұр. Қасқыр. 22-шісі бұл қыға оқсайтын фатипон дегендегі п деген әріп бар. Басында 1 нүктесі бар. Қыда 2 нүкте болса, бұда 1 нүкте гәне. 1 нүкте. Кейде Фархат деген адамның аты да бар. Софыға оқсайды. Тағы қандай п бар? Бөлек келді, басында келді. Енді мұндай п бар. Бұған бір сөз ферма дейікті. Ферма. Енді 23-шісі қат дегендегі қ бар.
Qat degендегі q былай келеді. Қалық дегендегі q. Бұл q'лардың несі көп. Қалық, qat дегендегі q'лар. Мисалға қалық деп жазамыз. Қалық. 24-шісі осы қыға оқсайтын ж деген әріп бар. Жарғанат дегендегі ж. Жарғанат дегендегі ж. Жақсылық деп жазайық, мысалға жақсылық. Мынау ыл деген әріп. Жақсылық. 25-шісі доскамызға сыймай қалатын секілді. 25-шісі ж-ны өттік. Енді осыған оқсан құрақ болатын ч деген бар. Яғни ол қандай ч? Чемодан дегендегі ч. Мына ж-ға қарағанда 3 нүктесі бар. Чемодан дегендегі ч. Чехия деп қояйық та. Чехия деген осылай жазылады. Чехия. Чехия деген мемлекет қой. 26-шысы ч q-ға оқсайтындар бітті. Енді мынау q-ға оқсайтын. Енді г ғалым дегендегі г бар. Г ғалым дегендегі. Ғалым дегендегі г. Міне ғалым дегендегі г. Мисалға ғалым. 27-шісі тағы қандай сөздер қалды? Лақ дегендегі л бар. Лақ дегендегі л осылай жазылады. Сосын ыл деп жазылады. Мына арасына сызықша қою керек. Лақ дегендегі. Міне ыл. Бұған лақ деп былай жазылады. Лақ. 28-шісі осыларға ұқсайтын. Лақ. Енді қайсы әріп қалды? Так. 28. Бұл негізі 33 қой. Бұл күніге жазылмай, мысалы біздің өзімізде уақыттардың өтуімен ұмытып барамыз. Т-ны жаздық, л-ны жаздық, ың-ды жаздық. Чехия, қалық, ық-ды жаздық. Енді с деген әріп бар. Сағат дегендегі с. Сағат дегендегі с. Өзара дара тұратын с. Міне бұл с. Сағат. Енді бұл 29-шісі. Бұл с-ға оқсайтын ш деген бар. Шана. Шаттық. Тағы қандай? Шана, шаттық. Шаңырақ дегенде мысалы. Шаңырақ. Не, шаңырақ. 30-шісі. Шылар бітті. Сылар бітті. Енді қандай әріп қалды? Ферма, ұрды бітті. Қатты жаздық. Енді қандай қалды анмағын? 33 қой. Жалпы. Үңіршақ, ұны жаздық. Ұңды жаздық. Итті жаздық. Тағы қандай қалды? Ғалым. Қатлақ, чех. 33-на тауып барды. Yok, тегелек бұл ойға не түспей қалды. Üyелердің бәрін жаздық, бұны жаздық, қыны жаздық. Қыны жаздық. Енді қақарман дегендегі қ бар. Қақарман. Қақарман. Так.
Қаһарман дегенде Х, мисалға. Міне, осылай жазады. Қаһарман. Енді 31-шісі. Маймыл дегендегі М бар екен. О, қызым. Солар сен оңғырап айтып тұр. Маймыл дегендегі М бар. Маймыл. Маймыл дегендегі М бар. Шыны жаздық. Май. Мол. Лыны жаздық, лақ дегендегі. Отсек. Енді сендікін дей бар екен. Жоқ, сенікін оқиық қане. Осы жақтың жазуларын оқышы. Осы жақтың бәрін айтшы. Бірін жазып салдық. Түсірді. Велосипед дегендегі. Велосипед дегендегі. Бұл бар. Оқи бір қызым, ойыма түседі. Велосипед дегендегі. Екі нүктесі бар е. Ш, С, И, қысқа И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, П, Х. От, маладес, таптың 33-ші әріп. Доп дегендегі Д бар ғой. Велосипед дегендегі. Міне. Д. Енді. Доп. Бұйырса 33 әріп бітті. Осы әріптерді үйреніп қойсаңыздар, ешқандай оралман, ешқандай Қытай, ешқандай араб болып кетпейсіздер. Қазақ халқы бұны кезінде алашордашылар ата бабамыз Әлихан Бөкейханұлы бастаған және Ахмет Байтұрсынұлы бастаған бір топ батыр бабаларымыз қазақты әлемде нөмірі бірінші ұлт, Қазақстанды нөмірі бірінші мемлекет жасаймыз деп тер төгіп жанын берген. Осы үшін қайтыс болған. Енді бұны біз қазіргі таңда бұны қорғау үшін, ол кісілердің аруағы рыза болу үшін, қазақ екенімізді дәлелдеу үшін, ұлтжанды екенімізді дәлелдеу үшін осы жазуды қорғауымыз керек. Бұны қорғау үшін үйрену керек. Үйрену үшін ешқандай ақша төлеудің, ешқандай бір жердің барып сұраудың қажет жоқ. X YouTube арнасына тіркелесіз, Таңжарық стайлға тіркелесіз, TikTokқа тіркелесіз. Мен салған видеоның барлығын көресіздер, және өздеріңізге керекті жерін алып, үйреніп болған соң басқа да достарыңызға жіберіп жолдап қоясыздар. Бұйыртса аздан кейін әр күні кешкі сағат 9-дан 10 аралығында тікелей эфирге шығып, осы үйренген әріптерімізді қайталап жазатын боламыз. Сіздермен болған Таңжарық Шотайұлы. Телефон 8707 680 60 66. Аман сау болыңыздар.